Армысыз достар, бүгін біз пранаяманың негізгі комплексінің үшінші жаттығуын өтеміз. Біз алдында пранаяма туралы айттық, негізгі комплекс туралы айттық, және негізгі комплекс 4 жаттығудан тұратынын айтып, соның екеуін өткен болатынбыз. Енді қазір үшінші жаттығу, ол ырғақты демалу деп аталады. Ырғақты демалу техникасы орындау 2-1, 2-1 деп айтылады. Басқаша айтқанда 2 дегеніміз 2 секунд, немесе пульстың 2 рет ұрғаны соған 1 секунд демді ұстау. Мысалы, дем тартқанда, вдох жасағанда 2 секунд кетсе, мысалға демді ұстауға 1 секунд. Сосын шығаруға 2 секунд кетсе, демді шығарғаннан кейін ұстауға 1 секунд. Біз алдында айттық, кімнің есінде, сол тарту санскритте пурака деп аталады. Дем тарту вдох. Вдохтан кейін ұстау кумхака. Одан кейін демді шығару выдох речека, және речекадан кейін ұстау шунека. Сонда осы 4 әдіс. Сол 4 әдісті біз қолданып ырғақты демалу техникасын жасаймыз. Ол үшін ең алдымен пульспен үйренген жақсы негізі. Пульсіңді біліп алып, бірнеше күн, біраз уақыт бойы, мысалы, пульсіңді тексеріп отырасың. Сол пульстың ұрғанымен жасаған жақсы секундпен емес, негізінде. Бірақ егер ол қиын болса, сізге секундпен де жасай беріңіз. Ырғақты демалудың оның қандай мәнісі бар, қандай пайдасы бар? Оны кішкене әрден бастау керек. Жалпы әлем, өзі қоршаған кеңістік дүние, ол тербелістен тұрады. Бәрі тербеледі, вибрация. Әр нәрсенің өзінің тербелісі бар. Адамның ағзасында тербелісі бар. Біздің әрқайсымыздың өзіміз тербелісіміз бар, вибрациямыз. Сол ырғақты демалу арқылы сол біздің өзіміздің тербелісімізді қоршаған әлемнің тербелісіне үйлесімдікке келтіреміз. Осы ырғақты демалу арқылы. Өзіміздің әрқайсымыздың жеке дара ырғағымызды әлемнің тербелісіне үйлесімдікке келтіреміз. Тербелісімен, әлем тербелісімен үйлесімдікке келтіреміз. Сол үшін бұл жаттығу. Соны үйреніп игергеннен кейін біздің жеке ырғағымыз, ағзамыздың тербелісіміз, әлемнің қоршаған дүнияның кеңістіктің тербелісіне үйлесімдікке келгеннен кейін біздің өміріміз жақсарады, денсаулығымыз нығаяды, және ол өміріміздің ұзақтығына тікелей әсер береді. Сондықтан бұл маңызды. Жалғыз тек осы мына ырғақты демалу емес, жалпы пранаяманың әрбір жаттығуы ол өте маңызды. Соның ішінде мысалы қазіргі өтейін деп жатқан біздің ырғақты демалуымыз. Ал енді бастайық. Ол үшін пурака демалуды 6 секунд жасаймыз. 6 секунд бойына пурака жасаймыз. Демді тартамыз. Деп. Тек көп бұлшықеттерді қолданбай, жай табиғи тартқан жақсы. Мен сіздерге түсінікті болу үшін кішкене көрсетіп жатырмын қалай. Негізі жаймен деп, жай істеген жақсы. 6 секунд демді тартамыз. Пурака. Содан кейін 3 секунд демді ұстаймыз. Кумхака. Тартқаннан кейін. Ана біз алдында айттық қой, 2 секунд пуракаға, 1 секунд кумхака. Енді қазір біз 6 секунд бойы тартсақ, сонда 3 секунд ұстау керек. 2-1
қарым қатынас. Бір-біріне деген қарым қатынас 2-1. 2 секунд тартуға 1 секунд ұстау. Қазір біз 6 секунд бойы тартсақ, сонда 3 секунд ұстау керек. Ол енді түсінікті болады деп ойлаймын. Сонда міне 6 секунд тартқаннан кейін 3 секунд ұстаймыз. Мысалы, мұрынды жауып ұстауға да болады. Негізі бас кезінде әсіресе ешқандай не болмау үшін. Байқаусыз ауа былай-былай кетіп қалмау үшін мұрынды жауып тұрғанда жақсы негізі. Демді ұстағанда. Міне 6 секунд демді алдың. Сосын 3 секунд. 1, 2, 3. Содан кейін демді шығарамыз. 6 секунд бойы. Речека. Сол 6 секунд ішіміздегі бүкіл демнің бәрін шығарғаннан кейін ұстаймыз. Қайттан. Шунека. Демді шығарғаннан кейінгі кідіріс шунека. 3 секунд. Техникасы осы. Башықтан тағы да қайталап өтейік. Дем алып 6 секунд. Пурака. Дем алғаннан кейінгі ұстау 3 секунд. Кумхака. 3 секунд ұстағаннан кейін демді шығару 6 секунд. Речека. Шығарып болғаннан кейін ұстау 3 секунд. Шунека. Сонда, қараңыздар. Дем алу 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бірден ұстаймыз демді. 1, 2, 3. Шығарамыз 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ұстаймыз 1, 2, 3. Міне осылай, осы темппен 10-ға дейін жеткізу керек біртіндеп. Бірден 10-ға дейін жете қоймас, даже бас кезінде тіпті бір ретте істелмейсің. 6 секунд бойы мысалға дем алу, дем шығару қиында болады кейбір адамдарға. Сондықтан біртіндеп үйренеміз. Сосын ақырында осы мына бір айналып шыққан бір айналым саналады. Міне 6 секунд дем алып, 3 секунд ұстап, 6 секунд демді шығарып, 3 секунд ұстаған, ол бір айналым. Сондай айналымдарды 10-ға дейін жеткізу керек біртіндеп. 10-ға дейін жеткізгеннен кейін емін еркін 10 рет істелетін болғаннан кейін 6-3-6-3 деген ритмді ырғақты. Содан кейін 2 секунд тағы қосылады. 8-4-8-4. Оны да 10-ға дейін жеткіземіз. Неше күн кетеді, сонша күн кетеді. Ол 10 күн кетуі мүмкін, бір ай кетуі мүмкін, құдай біледі. 10-ға дейін жеткіземіз. Содан кейін тағы 2 секунд қосылады. 10, 5, 15. Былайша айтқанда 10 секунд дем алу, 5 секунд ұстау, 10 секунд демді шығару, 5 секунд ұстау. Соны да қатарынан тоқтамай 10-ға дейін жеткізу керек. 10-ға дейін жеткізгеннен кейін 12-6, 12-6 деген ырғаққа жету керек. Соған жеткеннен кейін, соны емін еркін үйренгеннен кейін 10 реттен істеп, бір істегенде. Содан кейін барып жеке дара әркімнің өзінің ырғағына көшеді. Оған көшу үшін оның арнайы таблица бар. Сол таблица бойынша шешіледі. Егер кімге ол қызық болса, мен маған хабарласуға болады, мен оны көмектесем, таблицасын жазып берем. Ол таблица адамның туған күніне қарай құрылады. Қай уақытта туды, дүниеге келді. Қай айда, қай күні. Соған байланысты құрылады. Ол құрылып қойылған. Мен мына осының бәрін игерген кісіге бере аламын кейін. Немесе өзі де таба алады, интернеттен бірдеңеден табуға болады деп ойлаймын. Ол енді сондай қазір құпия емес. Сол енді тағы да бір ескертіп өтейін, қайталап еске түсіріп. 6-3-6-3 ден бастап біртіндеп 12-де 6-ға жету керек. 12-6, 12-6. Бұл жердегі бірінші 6, 6-3-6-3 дегендегі бірінші 6 дем алу, сосын бірінші 3 демді ұстау, екінші 6 демді шығару, екінші 3 демді ұстау. Дем алдық, ұстаймыз, дем шығарамыз, ұстаймыз. Сөйтіп 10 ретке дейін жеткізу керек. Сосын 8-де 4, сосын 10-да 5, сосын 12-де 6, 12-де 6. Сол 12-де 6, 12-де 6-ны 10 рет істеп үйренгеннен кейін
жеке әркім өзінің туған күніне байланысты жеке өзінің несі бар, ырғағы бар, сол ырғақпен жұмыс істейсіз ары қарай. Сонымен осы үшінші пранаяманың негізгі комплексінің үшінші жаттығуы осымен аяқталады. Ол тағы да бір қайталап өтейін, біздің ағзамыздың ырғағын әлемнің қоршаған кеңістіктің ырғағымен теңестіреді, үйлесімге келтіреді. Сол арқылы біздің денсаулығымыз түзеледі, көптеген денсаулыққа байланысты ауру, сырқауға байланысты сұрақтар шешіледі және адамның өмірінің ұзаруына елеулі септігін тигізеді. Сондықтан өте маңызды нәрсе бұл. Әзірше осы. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.